Көптен күткен сүйінші жаңалық, құрметті көрермендер. Қосылайық жобасының атышулы, көрермен көзайымы болған жұп Ақтөре мен Гүлназым қайтадан бірге. Бұл сәтті тіпті Сұлтанбек пен Диана ханым да күтпеген еді. Мисс Гүлназым өзінің әлеуметтік желідегі ресми парақшасында экс-ғашығы Ақтөремен романтикалық кездесуден видео жариялап көпшілікті қуантты. Мұны көрген көрермендер, қолдаушы апалар мен аталар абдырап қалды. Инстаграмда жарияланған бейнероликті көрген көрермендер мен қолдаушылар жылы лебіздерін арнап қуаныштарын жасыра алмады. Көпшілігі иә, бәрі қосылып жатыр. Тек Ақтөре мен Гүлназым жалғыз жүрген болатын. Енді мисс Гүлназым қызымыз өз таңдауын қайта жасады деп жарыса жазды. Кейбір тіпті толқып көздеріне жас алғанын жеткізді. Иә, жобадағы жұптардың көбі бір-бірін тауып жатқанда. Ақтөре мен Гүлназым біраз уақыт бойы жалғыз жүрген болатын. Енді Гүлназым өз таңдауын қайтадан Ақтөреге тоқтатты. Естеріңізге сала кетейік, Гүлназым мен Ақтөре біраз уақыт бойы жұрттан жасырын түрде қайта қосылған еді. Тіпті Хамрақұлдың дүбірлі туған күніне де бірге барып, көпшіліктің көзіне жұп ретінде түскен болатын. Естеріңізге сала кетейік, Ақтөре мен Гүлназым қосылайық жобасында әрдайым бірге болып, сүйікті жұп атанған болатын. Түрлі сайыстарда бір-бірін қолдап келген. Гүлназым Ақтөрені жекпе-жек кезеңдерінде жиі жеңіске жеткізгені де белгілі. Алайда олардың арасы ажырап кеткеннен кейін Ақтөре жарыстарда сәтсіздікке ұшырап, кей жағдайларда тіпті қиын сәттерге тап болған еді, әсіресе Әсеммен жұптасқан кездерінде. Міне, көптен күткен күнде келіп жетті. Ақтөре мен Гүлназым өзара қайта қосылып, жаңа парақ ашты. Көрермендер сүйікті жұптарына бақыт, махаббат және ұзақ ғұмыр тілеуде. Әрине, қосылайық жобасында той күтеміз.